Сәлеметсіңдер ме балалар, әсіресе 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеомызда алгебра пәні арифметикалық квадрат түбір анықтамасы сабағын өтетін боламыз. Бұл видеоны түсіру себебім, көп балалар сұрап отыр, ағай, сіздің қосымша сабақтарыңыз қалай өтеді деп. Міне осы сол сұрақтарға байланысты, сол сұрақтарға жауап ретінде мінекей осы видео соған мысал болсын, иә. Мінекей менде бір жабық группа бар. Сол группадағы балдарға күнде есептермен көмектесем, үй жұмысынан көмектесем, басқа да сұрақтарға жауап беремін. Кезінде мен WhatsApp-қа кім жазса соған жауап бере беретін едім. Енді қазіргі уақытта сол жабық группадағы балдарға ғана көмектесемін. Ол группаға кіру ақылы, сол группадағы балдарға қалай сабақ өтіп жүрмін, соған жауап ретінде осындай видео түсірдім. Если что, WhatsApp нөмірім описаниясында тұр. Енді сабағымызды бастайық. Арифметикалық квадрат түбір. Санның арифметикалық квадрат түбірі деп квадрат аға тең, теріс емес санды айтады дейді. Мен сіздерге бүгін бұлай түсірейін, кітаптан өздеріңіз оқып аларсыздар керек нәрсені, сондықтан мен сіздерге бүгін бұлай түсіндірейін. Қазір мінекей. Балдар қараңыздар, мысалы 4 деген сан біз білеміз 2 көбейту 2, я? Ал 2 көбейту 2 дегеніміз бізде 2-нің квадраты деп жазатын едік. Осы естеріңізде ма? Енді мынау дәрежесі, мысалы, дәреже деген нәрсе 4-тің, например, былай жазсам қалай болады? 2-ден 1 дәрежесі деген. Білесіздер ма? 2-ден 1 дәрежесі. Енді 4-тің, осыны талқылап көрейікші. 4-тің 2-ден 1 дәрежесі. 4 дегеніміз өзі 2-нің квадраты еді ғой, мінекей. 4 дегеніміз өзі 2-нің квадраты еді. Сондықтан мен мына жерде 4-ті 2-нің квадраты деп жазамын. 2-нің квадраты деп жазамын. Потом мына 2-ден 1 тұра береді. 2-ден 1 жанды тұра береді. Сонда байқасаңыздар, мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетіп тұр, балдар. Қысқарып кетеді екенді, қалады екен бізде не? 2-нің 1 дәрежесі әрине 2-нің өзі болады. Сонда 4-тің 2-ден 1 дәрежесі 2-ге тең екен. Яғни осыны балдар осыған байланысты түбір асты белгісі енгізілген. Яғни мұнан 2-ден 1 дәрежесі деп жүрмей, біз жазамыз осыны түбір асты деп. Түбір астының мағынасын осы арқылы сіздер түсінесіздер деп ойлаймын. Например, мына жерге тағы да бір мысал келтірейін. Например, 16. Мінекей. Оның түбір асты 16. Біз білеміз түбір асты деген 2-ден 1 дәреже екен. Түсінікті ма? Сонда 2 мен 2 қысқара деген. Осыны біле отыра, сіздерге бұлай түсіндірсем дұрысырақ болар. Мысалы, қараңыздар, 16 дегеніміз қандай сандардың көбейтіндісі? 4 көбейтілген 4, иә? Ал 4 пен 4-тің көбейтіндісі бізде 4-тің квадраты болып жазылады, иә? Енді жаңағы білімімізді қолданып, біз түбір астымен, яғни жаңа 2-ден 1 деген дәрежемен, түбір астымен 2 деген санды қысқартып жібереміз. Түбір астымен 2 қысқаратты, сонда бізде түбірдің астынан шығады екен 4-тің өзі. Мінекей. Түбір асты деген мағынасы осы. Түсінікті ме, балдар? Қазір тағы да бір екі мысал көрсетейін, егерде түсінбей жатсаңыздар. Так, түбірдің асты одан кейін барып, неге минус санға тең болмайды, оны біліп алыңыздар. Түбірдің астынан всегда квадрат оң сан шығады. Түбір асты 0-ге тең, түбір асты 1-ге тең. Тағы да бір-екі мысал, жоқ, есептерден бастай берейік, есептерден бастай берейік. Мысалы, бізде түбірдің мәнін табыңдар дейді. 1/4 есептен бастайық. 1/4 есеп. Мен сіздерге 64, түбір асты 64 дегенді көрсетейін, мінекей. Түбір асты 64. Бізде біріншісі түбір асты 64. Түбір асты 64. Жаңағы балдар білдіңіздер, сіздер түбір астыдан сан шығады екен, ішіндегі сан квадратталатын болса, я, например, 64 деген мен білемін 8 бен 8-дің көбейтіндісі, я. Сонда бұл 8-дің квадраты болып жазылады, яғни біздің түбір астымен қысқарып кетеді, 8-дің өзі қалады. Келесі жолы мен 64 дегенді 8 бен 8-дің көбейтіндісі деп аламда, түбір астыдан сразу 8-ді шығарып жіберетін болам, қайта-қайта жаза бермей. Біз сіздерге қазір түсініктірек болу үшін мен жазып атырмын пока что, я. Например, екінші есепке қарайық. Екінші есепке. Түбір асты 25 дейді. Түбір асты 25. Бұл дегеніміз түбір асты 5 көбейтілген 5-ті білдіреді. 5 пен 5-тің көбейтіндісі 5-тің квадраты, сон түбір астыдан 5 шығады екен. Мінекей. Например, үшіншісі түбір асты 36. Түбір асты 36. Я? 36 дегеніміз 6-ның квадраты. 6-ның квадраты. Бұдан түбір астыдан 6 шығады екен. Арғарай өздеріңіз, мысалы, 12-шісін түсіндіріп жүрейін, соңғысы ретінде 12-шісін 64-тен 25-тен 64 дейді. Мінекей. Кейде балдар бөлшекті көрсе болды, арғай білмей қала салады.
түсіндіріп кете салайын бұны да. Бұл жерде де ешқандай разница жоқ жаңағы түсіндіріп отқан нәрселерім сияқты. Бұл жерде просто жеке-жеке жұмыс жасаймыз, иә. Мысалы 64 дегеніміз жаңа білдік, біз 64 дегеніміз нешенің квадраты? 8-дің квадраты. 25 дегеніміз 5-дің квадраты. Мына түбір астына жеке-жеке жаза аламыз бөлшектің алымына және бөліміне. Сосын оларды жеке-жеке түбір астынан шығарып жібереміз. 8, мына жерде 5, және 5-тен 8, оны аралас бөлшекке айналдырған кезде 1,5-тен 3 шығады екен. Надеюсь, түсіндіре алдым. Енді барып мен сіздерге 1/6-ны түсіндірейін. 1/6 тура сондай жаңағындай. Мына жерде А-ның мәндері берілген да, ал астына осылардың несін жазамыз? Түбір астыларын жазамыз, яғни мына жерде 4 болса, мына жерде 4 болса, мына астына мен түбір асты 4-тің мәнін жазу керекпін. Түсінікті ғой, мына жерде 49 болса, например, мына жерге түбір асты 49-ның мәнін жазу керекпін. Түсінікті ғой. Енді міне 4 А тең 4 болса, яғни түбір асты А дегеніміз, значит, түбір асты А дегеніміз түбір асты 4, одан кейін түбір асты 4 дегеніміз 4. Мен сразу 2 деп жазамын уже. Балдар, уже сендер түсіну керексіңдер. Например, А тең 7-ге тең, А 49-ға тең. Осыдан біз табу керекпіз түбір асты А-ны. Бұл жерде бізде түбір асты 49 болады. 49 дегеніміз 7-нің квадраты. 7-нің квадраты. Соң түбір астыдан бізде 7 шығады екен. Ал так, мына жерде керісінше екен, балдар. Мына жерде керісінше түбір асты бізде түбір асты 11. Түбір асты 11. Енді осыны түбір асты А дегеніміз, ой, кешіресіздер балдар, түбір асты 11-де қойыппын ғой. Түбір асты А тең 11-ге тең екен. Бізге тап дейді, А-ны тап дейді. Иә? Сонда мына жерде түбір асты А 11, мына 11-дің наоборот бізде квадратын жазамыз. Квадратын, 11-дің квадраты 121. Түсінікті ма? Біз түбір асты Адан, түбір астыдан құтылу керекпіз ғой. Түбір астыдан құтылу үшін не істейміз, балдар? Квадраттап жібереміз. Сол секілді бізде 11-дің квадраты 121, яғни мына жерде 121 деген сан тұрады. Неқа жазып қойын? 120. Так, жасыл цветпен жазайыншы жауаптарын, 121. Мына жерде жаңа 7 болды, мына жерде 2 болды. Қысқа айтқанда, түбір асты А-ны беріп тұрып, А-ны тап десе, значит, жаңа санды квадраттап жібереді екенбіз. Мына жерде наоборот 0,125 түбір асты А-ға осыны түбірдің астына жіберген кезде 0,5 болады. Тағы да қателесіп қарамен жазып жібермін, жасылмен жазайын. 0,5. Ары қарай үшін түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде де сол жаңағы. Түбір асты А-ны берген, түбір асты 2 дейді. Түбір асты А-мыз де түбір асты 2-ге тең екен. А дегеніміз квадраттаймыз ғой енді, квадраттау керек қой. А-ны табу үшін бізде квадраттау керек. Сонда бізде квадраттаған кезде квадраттаймыз. Жаңа айттым ғой, квадратпен екі түбір асты қысқарады. Мұнамен түбір астымен 2-де қысқарады. Сонда бізде мыяқта А қалады, түбірмен кетіп мыяқта 2 ғана қалады. Сонда жерге 2 дейді екенбіз. 2. Так, бұл кестен түсініңдер деп ойлаймын. Енді бізге керек, не керек? Бізге керек, қазір астыға түсейін. Өрнекті мәнін табыңдар, соңғы мысал осы болсын бізде. Мен мұнаны ғана түсіндіре салайын сіздерге. 4-шісін ғана, Төртіншісінде бұлай дейді 2а минус 5. Так, 2а минус 5 түбірдің астында осыған А-ның орнына 15 деген санды қой дейді. Қоя саламыз жай ғана. Төртіншісі ғой бұл, 2 көбейтілген түбір астында жазам. 2 көбейтілген 15 алынған 5. 2-ге 15-ті көбейтсе 30, 30-дан 5-ті алса 25. 25 деген бізде 5-тің квадраты. 5-тің квадраты. 5 квадратпен түбір асты кетеді да 5 қалады. Мына жерде өрнектің мәні бізде 5-ке тең екен. Осымен сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл енді қысқаша түсіндіргенім. Осылай. Егерде жабық группаға кіргіңіз келсе, WhatsApp-қа жазыңыздар. Келесі кездескенше.